Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Алматы қаласы Білім басқармасы, Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі, арнайы пән оқытушысы Таргапбаева Бану Жолдасовна және 27 боп студенті Жақсылық Еңлік Ерланқызы. Сабақтың тақырыбы аралас сусындар. Сабақтың мақсаты студенттердің аралас сусындар жайлы түсінігін арттыру, коктейльдер жайлы кеңінен мағлұмат беру. Коктейль, яғни аралас сусын, әртүрлі ликер, арақ өнімдері, жүзім шараптары, коньяк, ром, шырындар, жеміс-жидектер, қаймақ, жұмыртқа, бал қоспаларынан әзірленетін ішімдік. Қолданылу мақсатына қарай коктейльді ащы және десертті етіп әзірлейді. Коктейль бірнеше сұйықтықты қосу нәтижесінде алынатын сусын. Коктейльдің алкогольді және алкогольсіз түрлері бар. Коктейльдің құрамына кіретін заттардың бір-бірімен араласу деңгейіне байланысты араластыру әдістеріне мыналар жатады. Шейкерде араластыру, блендерде араластыру, араластыруға арналған стақанды дайындау және бокалда араластыру. Алкогольді коктейльдер әдетте үлкен 3 топқа бөлінеді. Дижестивтер, аперитивтер, лонг дринк. Дижестивтер латын тілінен аударғанда ас қорытуға арналған құрал. Олар әдетте тамақтану кезінде немесе тамақтан кейін ұсынылады. Дәмі тәтті немесе қышқыл болып келеді. Аперитивтер француз тілінен аударғанда ашу, яғни тамақ алдында ішілетін өте күшті түрі. Лонг дринк ағылшын тілінен ұзақ жұтым деген мағынаны береді. Балғын коктейльдер әдетте үлкен кештерде беріледі. Коктейль түрлері. Арақ негізді коктейльдер: Кровавая Мэри, Лонг Айленд, Космополитен, Йорш және тағы да басқалары. Кровавая Мэри арақ, томат шырыны, табаско соусы, вустерс соусы, тұз, бұрыш, лимон шырыны араласқан коктейль. Лонг Айленд арақ, джин, текила мен ромның бірдей мөлшері және апельсин ликері, кола араласқан мұзды коктейль. Космополитен арақ, трипл сек, лайм шырыны, мүкжидек араласқан коктейль. Джин негізді коктейльдер: джин тоник, веспер, мартини және тағы басқалары. Абсент негізіндегі коктейльдер: Earthquake, яғни жер сілкінісі, Green Vesper, жасыл веспер және сазерак коктейльдері. Ром негізді коктейльдер: Мохито, Куба Либре, пинаколада және тағы да басқалары. Мохито ром, жалбыз, лайм, сельдерей, қант араласқан коктейль. Куба Либре ашық ром, кока-кола араласқан коктейль. Пинаколада ром, ананас шырыны, кокосты араласқан коктейль. Бүгінгі өткен тақырып бойынша сұрақтар. Бірінші, коктейль сөзінің ағылшын тілінен аудармасы. Екінші, дижестивтер қай кезде беріледі? Үшінші, аперитивтер қай тілден енген? Үйге тапсырма. Өтілген тақырып бойынша дәптерге конспекті жасау, коктейль сөзіне сөзжұмбақ құрастыру, коктейль туралы қысқаша бейнеролик түсіру. Осымен бүгінгі сабағымыз аяғына жетті. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.